Құрметті тыңдармандар, әулет құпиясы 46 бөлімі. Мелек Генжоға қоңырау шалғанда, Мелек Генжо ауыр жарақатпен төсекте жатқан. Ал Бехрам болса телефонның шылдырына қарап қалып, телефонды Бехрам алды. Генжо қалай? Генжо жақсы ма деп. Генжоға телефонды беріңізші, бір дауысын естейінші. Мелек Генжо амансың ба деп Мелек жағдайын сұрай бастады. Сен Илмазға тұрмысқа шыққан күні өлгем. Өлдім мен деді. Ал Бехрам болса сол қызды құтқарам деп осы жерден шығатын болсаң аямайым деп ескертті. Ал Шағла болса әпкесіне, әпке сен кіммен сөйлесіп жүрсің деп телефонын алып, Бехрамның дауыс екенін байқағанда, әпкесі қолынан телефонны жұлып алып, жазған хабарламаларды өшіре бастады. Ал Шағла түсінбей қалды. Осы кезде Доғанға Шағла қоңырау шалып, Доған қайдасың дейді. Жолдамын дейді. Біздің үйге келе жатсың ба дегенде, жоқ, қонақ үйге барам деп қатты айтты. Шағла ештеңе, бәрін ұмыт деп айта салды. Ал Сефа болса, Гүлисан екеуі Мелекке қашуға, Генжомен қашып кетуге көмектесетінін айтты. Ал Илмазбен бірге өмір сүретін болсаң, өмірің быт-шыт болады. Ол Илмаз деген оңбаған адам деп ескертті. Әпкем не болады деп уайымдағанда Сефа, уайымдама. Әпкеңнің жанында мен бармын. Тез қаш, мен бұл отбасыдан қаша алмай жүрмін деп айтты. Ал Бехрам болса, Генжоның Мелекпен сөйлескен әңгімелерін естіп, бауырым, сенің Мелекпен сөйлескен кездегі көз қарасыңды байқадым. Қызды алып кел деп айтты. Ал Такир болса Илмазды іздеуде. Ал осы кезде Жефкер Такирге қоңырау шалып, мен саған бүгін бір мекен жайды жіберем. Кел алсаң кел деп айтты. Ал Шағла болса Бехрамға ашуланып, Бехрам, әпкеме енді екінші рет қоңырау шалатын болсаң, хабарлама жазатын болсаң, айтпады деме аямайым деп ескертті. Ал Бехрам болса, біздің Махинур екеуміздің арамызға сыза түсірме деп ескертті. Ал Шағла болса, Фыраттың Махинур әпке деп айтып келе жатқан естіп, Фырат, сен не істеп жүрсің? Не айтпақшысың деп ашуланды. Ал Синан болса, Доғанды шақырып, Доған, аға, сен неге ете шақырдың? Күрделі ме іс? Доған, сен көмектеспесең болмайды. Сен өз сертіңде тұрарсың, бірақ отбасың күл-талқан болады деп ескертті. Ал Доған болса, кешке адамдарына барғанда, адамдары, о, Доған дәрігер, сені келеді деп ешкім ойламады. Қош келдің, қандай көмек керек деп айтты. Ал Такир болса, Жефкерге адамдарын жинап барды. Ал Жефкер болса, ол да жан-жақтан адамдарын тапаншамен кезеп тұрды. Бір қағазға келісімге қол қойдырса, Илмазды алып кете берулеріне болатынын айтты. Бар, келісімге кел деді. Ал қағазды қолына алып, қол қояйын деп жатқанда, 25 жыл алды Махинурды босандырған акушер-гинеколог Бенфрат кездесті. Ал оның барлығын сырттай Шағла бақылап тұрды. Ал әлгі әйел ақшамен барлығында ақшаға тоймай, қайта-қайта ақша алып, ақырында оны танымал әулеттен сұраңдар. Ол бала тірі туылған. Ол қан жоқ олар деді. Ал оны естіген Шағла мүмкін емес деп таңданды. Ал Доған болса, адамдарын жинап, Жефкердің алдына барып, Жефкер деді. Ал Такир болса, жұртқа қол қоймай үлгерді. Жефкер, үстіндегі қызыл белгіні көрдің бе? Ол деген сені тіл тартпай өлтіріп жіберуі мүмкін. Сен бұл жерден адамдарыңды жинап кет. Шемшекке айтып бар, мен Измирге қайтпайым деп айтты. Ал Фикоға, яғни Доғанға қоңырау шалғанда, Фико телефонын алып, қайда екен мекен жайын Шағлаға жіберді.
Ал Ламия болса сыртта Стефаның ішіп мас болып келді деп ойлады. Сол кезде күзетшілерге Стефа қойылым қойды, яғни Мелектің қашып кетуіне көмектеспекші. Ал Ламия болса ішке кір, ертең сөйлесеміз сенімен, саған кім іш деп айтты деп ескертті. Ал Гүлистан болса бұның барлығы да қойылым екенін білді. Күзетшілер Стефаны үйге алып кеткенде Гүлистан Мелекке шығып кете бер деп белгі берді. Ал Мелек сөмкесін алып қашып бара жатқанда Мелек деп анасы айқайлап қалды. Оны көрген Генжо мен Мелек тұрып қалды. Бізді жіберіңізші дегендей екеуі үн-түнсіз, бірақ анасы мені өлмесін десең ешқайда кетпе деп ескертті. Ал Такир болса Тоғанға рахметін айтты. Ал оны көріп тұрған Шағла әкесі мен Тоғанның татуласқанын көрді. Мүмкін емес, Тоған мүмкін емес деп көзі шарасынан шыға жаздап қарап таң қалды да артына қарамай кетті. Ал Синан болса, сен ол қызды сүйетін едің ғой деді. Мен оны құтқару үшін ол менен аулақ жүру керек. Фильмнің жалғасы